Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде ашық сабақ. Ашық сабақтың тақырыбы көз оптикалық жүйе, көздің көру кемшіліктері және оларды түзету әдістері деп аталады. Сабақтың мақсаты көз туралы және оның құрылысы туралы білу, көздің кемшілігін білу және оны түзету, көз кемшілігінің себептерін сипаттау. Өткен сабақты еске түсіру үшін ашық микрофон атты ойын ойнайық. Ойын шарты сіздерге бірнеше сұрақтар қоямын. Егер нақты жауабын білсеңіз, қол көтересіз. Ал мен сізге микрофон беремін. Микрофон арқылы сұраққа жауап бердіктен сұрақтың жауабын өз дәптерлерімізге жазамыз. Бірінші сұрақ: линза дегеніміз не? Екінші сұрақ: линза нешеге бөлінеді? Үшінші сұрақ: линзада кескін алу үшін неше сәуле өткіземіз? Төртінші сұрақ: линза формуласы қандай? Енді жұмбақ шешіп көрейік. Қос әйнек шыныда емес, темірде емес. Бұзылса, адам оны түзер емес. Кезінде өзі ашылып жабылады. Мағынасы қымбат нәрсе арзан емес. Ол не деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Оның жауабы көз. Көз не үшін керек? Осы сұраққа өз еріктеріңмен жауап беріп көріңдер. Жарайсыңдар. Өздерінің денесімен салыстырғанда көздері үлкен келген сүтқоректілер түнде тіршілік ететін жануарлар. Оларға мысал ретінде жарғанаттарды жатқызуға болады. Адамның көзінің пішіні диаметрі шамамен 25 мм-дей сфераға ұқсайды. Көз алмасының сыртқы қабығы склеротикалық мембранамен жабылған. Бұл мөлдір қасаң қабық ретінде көздің алдыңғы қабығында болады. Склеротикалық мембрананың ішкі жабыны көздің тамырлы қабығы ретінде белгілі, және ол тамырлардың түйінінен құралған. Көздің алдыңғы түсті қабығы құбылмалы қабық деп аталады. Ал құбылмалы қабықтың дәл ортасындағы жарық өтетін саңлауды көздің қарашығы деп атайды. Қарашықтың артқы жағында көз бұршағы орналасқан. Көздің ішкі жабынын көз торламасы деп атайды. Көз торында соқыр дақ және сары дақ орналасқан. Көздің ішкі қабаты шыны тәріздес денеден, яғни сары тектес затпен толтырылған. Жарық көзге келіп түскеннен кейін қасаң қабықтан көздің камералары көз бұршағы шыны тәрізді дене арқылы өтеді. Көз бұршағынан жарық шыны тәрізді дене арқылы өтіп, торлы қабықшаға түседі. Ол жерде көріп тұрған заттың теріс және кішірейтілген бейнесі айқын бейнеленеді. Қарашықтың маңыздылығы. Құбылмалы қабықтағы саңлау, яғни қарашық камераның бекітпесі ретінде әрекет етеді. Ол көзге жететін жарыққа байланысты ұлғаяды немесе кішірейеді. Құбылмалы қабық жүйке жүйесімен байланысқан бұлшық еттік талшықтан тұрады. Ол жарықтың түсуіне байланысты автоматты түрде өзгеріп отырады. Яғни жарық қатты түскенде көздің қарашығы 2 мм-ге дейін кішірейеді, ал жарық жай түскенде қарашық 8 мм-ге дейін ұлғаяды. Құбылмалы қабық әр адамда әртүрлі болады. Қарашық жарық сәулесінің қажетті мөлшерде көзге жетуін бақылайды. Жарық қатты болғанда қарашықтың диаметрі кішірейеді, ал қараңғы болғанда қарашық керісінше қара алмаймыз. Көздің қарашығы кейбір жағдайларда ғана үлкейе алады. Яғни көзді тексеру кезінде көздің тамшыларын тамызған кезде. Көздің қарашығы негізінде қара нүкте ретінде көрінеді. Себебі жарықтың сәулесі көзге енген соң қайтып шағылса алмайды. Қараңғы болғанда қарашық ұлғаяды. Егер сол мезетте камераның жарқылы болса, онда көздің қарашығында кішірею үшін аз уақыт болады. Сондықтан да көз торынан шағылысқан сәулелер көздің қарашығы арқылы шығып кете алады. Бұл қызыл көз әсеріне әкеп соғады. Бұл әсерді алдын алу үшін түсірілім жасау кезіндегі алғашқы жарқылдан соң келесі бірнеше жарқыл болуы тиіс. Енді мына тапсырманы орындап көрейік. Жарықтандыруына байланысты, яғни жарықтылығы төменнен жарықтылығы жоғары реттікте суреттерді орналастырыңдар. Жарайсыңдар, мен сендерді дұрыс орналастырып жатыр деп ойлаймын.
Көздің қабілеті. Дұрыс жұмыс атқаратын көздерде бақыланатын денелердің лездік бейнесі көз торында пайда болады. Алыстағы немесе жақындағы денеге бақылау жүргізсек те дәл солай. Көздің бұл қабілеті дағдылану деп аталады. Бұл жағдай мөлдір шынының қисығының өзгеруіне байланысты. Жақын орналасқан денеге қараған кезде мөлдір шыны сфералық пішінде болады, ал алыста орналасқан денеге қараған кезде мөлдір шыны жұқа бола бастайды. Көз торында пайда болған кескін шын төңкерілген және кішірейтілген болады. Берілген дененің кеңістіктегі бейнесі торында пайда болып, біздің миымыз өзі өңдеп дәлме-дәл бейнесін көрсетеді. Бұл ағаштан шағылған жарық сәулелері көзге түседі және қабықтан шағылады. Одан кейін көз бұршағынан өтіп сынған соң, шыны тәрізді денеден өтіп, көз торламасына жетеді. Көз торламасында дененің кескіні құрастырылған соң, дененің шын кескіні пайда болады. Осылайша денелерді әртүрлі қашықтықтан бақылай аламыз. Көздің оптикалық күші өзгерісті қажет етеді. Сондықтан да денеге қараған кезде көзге, яғни көз бұршағына жақын орналасқан бұлшықеттер қысылып, өзінің оптикалық күшін ұлғайтады. Алыста орналасқан денеге қараған кезде көздің бұлшықеттері босайды және көз бұршағы жұқаланады. Бұл қабілетті, яғни әртүрлі қашықтықта орналасқан денелерді көруді көздің дағдылануы дейді. Балықтарда адамдардағыдай көз бұршағы өзінің пішінін өзгертпейді, бірақ камерадағы линзалар сияқты олар жақындатылады немесе алыстатылады. Көздің тым сығыраюы қасан қабық пен тор арасындағы қашықтық кіші екенін білдіреді. Жақын заттан таралған сәулелер торламада пайда болмайды және пайда болған кескін лездік болмайды. Ұқсас мәселе дұрыс формадағы көзде оптикалық жүйе күші тым кіші болған кезде пайда болады. Бұл жағдайда мәселе гиперметропия немесе алыстан көргіштік деген атпен танымал. Гиперметропияға ұшыраған адамдар жақындағы заттарды анық көрмейді. Сондықтан олар әсіресе жазуларды оқыған кезде қиналады. Олар кітап оқығысы келген кезде кітапты минимум 25 см қашықтықта ұстауы қажет. Бірақ та бұл адамдар алыстағы заттарды және ландшафтты анық көре алады. Сондықтан біз оларды алыстан көргіштерге жатқызамыз. Көздің кең ашылуы қасан қабық пен торлама арасындағы қашықтық тым ұзын екенін білдіреді. Алыстағы заттардан шыққан сәулелер торламаға түспейді және алынған кескін тағы да анық көрінбейді. Дәл осындай қиындық дұрыс пішінді көздегі оптикалық жүйе күші тым жоғары болған кезде байқалады. Бұл миопия немесе жақыннан көргіштік деген атаумен белгілі. Мұндай белгілер бар адамдар алыстада анық көрмейді, сондықтан олар ландшафт көру мен көлік айдауда қиналады. Бірақ олар жақындағы заттарды анық көре алатындықтан оларды жақыннан көргіштер дейді. Енді ұшқыштар туралы айтайық. Ұшақ үлкен биіктікте ұшқан кезде ұшқыш үшін жалғыз санақ нүктесі ұшақтың қанаты болып есептеледі. Бұл дерек бізді кеңістіктік жақыннан көргіштікке әкеліп соғады. Бұл жағдай ұшқыштың көру қабілетінің тездігіне әсер етеді. Белгілі жағдайда бұл бізге кітап оқып болған соң көзімізді реттеу үшін бізден алыс орналасқан бір денеге қарап отыратынымызға ұқсайды. Көз алмасының диаметрі шамамен 23 мм және атмосфералық қысымнан жоғары 20 гектопаскаль қысымы бар сұйықтықпен толтырылған. Қасан қабық көздің алдыңғы бөлігіне түскен жарық көз бұршақ арқылы өтіп, сосын көздің ішінде орналасқан жарық сезгіш тор қабаты орналасқан сұйықтықтан өтеді. Көз торламасы миға келген кескін жайлы мағлұмат беретін жүйкелермен жалғасқан. Жарық көзге қарашық арқылы кіреді. Қарашықтың диаметрі көзге белгілі бір уақытта келген жарықтың мөлшеріне байланысты өзгеріп отырады. Қысқа уақыттағы қараңғылықта жарықтың көп бөлігін өткізу үшін көздің қарашығының диаметрі 8 мм бола алады, ал жарық күндері ол 2 мм-ге дейін кішірейеді. Қарашық кішірейген кезде арнайы аспаптардың көмегімен көздің ішкі бөлігін тор қабығына дейін зерттеуге болады. Жарық қасан қабықта және көз бұршағының шетінде сынады. Сосын төңкерілген, кішірейтілген кескін торламада пайда болады. Төс қабылдануы. Базды түстер деп аталатын түстердің интенсивтілік пропорциясына байланысты мыңдаған түстерді аңғару мүмкін болады. Көздің сыртқы бұрышы құтшалар деп аталатын жарық сезгіш торлардың 3 түрінің арқасында ми заттың түсін анықтай алады. Торлама түрлері максималды сезгіштікпен ерекшеленеді. Әрқайсысы әртүрлі толқын ұзындығын максималды сезеді. Қызылды, жасылды, көкті және тағы басқа түстерді. Бір адамдарда таяқшаның кейбір түрлері дұрыс істемейді. Бұл адам бірнеше түсті көре алады және кейбір түстерді көре алмайды. Бұл
күй оны ашқан адамның құрметіне дальтонист деп аталған. Джон Дальтон британ физигі, химик және метеоролог. Тоқымашының баласы бола тұра отбасының материалдық нашарлығына қарамастан ол білім алады. Ол табиғат ғылымын өзі меңгерген. Өзінің ғылымда көрсетпеш бұрын Камберленде жұмыс істеген. Оның ең үлкен жетістігі 1803 жылы шыққан материяның атомды теориясы болған. 1804 жылы химияның негізгі заңын қалыптастырған. Сонымен қатар, дальтонизмді зерттеу үшін өзіне тәжірибе жасап, түстік соқырлыққа шалдыққан. Әсіресе қызыл мен жасыл түстерді ажырата алмаған. Дальтоник тұқым қуалайды және жазылмайды. Дальтоник оны ашушының құрметіне байланысты аталған. Дальтон сонымен қатар метеорологиялық зерттеулер жүргізген. Атмосфераның құрылымын зерттеп, барометр жасады. Ауа райын болжаумен айналысты. Адам көзі күн сияқты денелерден шыққан сәулелену спектрінің қысқа бөлігін сезгіш болады. Сезгіштік диапазоны толқын ұзындығы 400-ден 700 нанометрге дейін және максимал сезгіштік 550 нанометрге сәйкес келеді. Торлама 6 миллион жарық сезгіш тор деп аталатын құтышалардан және 120 миллион таяқша деп аталатын өлшемі кішірек тордан тұрады. Құтышалар бізге түс ажырату үшін, ал таяқшалар жарық аз жердің өзінде қара мен ақ кескіндерді ажыратуға жағдай жасайды. Көздегі түсті суреттің пайда болуы сандық фотокамерадағымен бірдей болады. Көз матрица сияқты тордың 3 түрінен тұрады. Оның әрқайсысы түстердің әртүрлі диапазоны үшін сезгіш. Бір түрдің максималды сезгіштігі қызылға сәйкес, екіншісі жасылға, үшіншісі көк түске сәйкес. Үш түстің жарықтың біргелкі емес таралған 100 мыңдаған нүктелеріне байланысты орналасқан сәйкес қабаты 1000 түс шығара алады. Әрбір көз мына екі қаламның суретін тіркейді. Бірақта әр көз заттарды әртүрлі жерден қабылдайды. Сөйтіп, әр көздегі пайда болған кескін басқаша болады. Бұл жағдайда бірінші көз көк қаламды сарының оң жағында көреді, ал сол көз керісінше көреді. Ми екі кейіпті де қиыстырып, үш өлшемді кескінді жасай алады және сары қаламның көкке қарағанда жақынырақ екенін табады. Қызыл фильтр арқылы қараған кезде біз В әрпінің тек оң жағын көреміз, ал көк фильтр арқылы сол жағын. Ми екі суретті әріп қағазда вертикаль болатындай әсер беретіндей орналастырады. Жазы қағазда бір заттың екі суретін салатын болсақ және біріншіге оң көзбен, ал екіншіге сол көзбен қарасақ, онда миді алдап кете аламыз. Фильтрдің көмегімен әр көзді тек үш өлшемді сурет пайда болатындай етіп қарата аламыз. Үш өлшемді фильмдерде әсер жарық поляризациясы арқылы беріледі. Бұл кинодағы көзілдіріктер поляризацияланған, біреуі вертикаль, қалғаны горизонталь фильтрлермен жабдықталған. Және осылай әр көз үлкен экранда үлкейтілген екі поляризацияланған кескіннің тек біреуін көреді. Бүгінгі тақырыпты қорытындылау үшін жеке тапсырма орындайық. Жеке тапсырма кім шапшаң деп аталады. Сіздерге бірнеше сөйлемдер беріледі. Ол сөйлем жақыннан көргіштікке жата ма, әлде алыстан көргіштікке жата ма? Қосу және алу таңбаларымен белгілеу арқылы оларды ажыратасыздар. Жеке тапсырманы өз жеке дәптерлерімізге орындаймыз. Рефлексия шабадан ет тартқыш және себет деп аталады. Шабадан әрі қарай менің керегіме жарайды. Ет тартқыш алған ақпаратты өңдеймін. Себет барлық ақпаратты тастаймын. Бүгінгі сабаққа деген сіздің көзқарасыңызды осы үш сәттің қайсысын таңдайсыз? Үй тапсырмасы тақырыпты оқу, қосымша материалдарды жинау және жеке тапсырмада жазуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.